Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Динараның асханасы өте дәмді, ерекше болып шығатын пияздан нан дайындайтын боламыз. Ыдысымыздың үстіне тұз, 400 мл суымыз, өсімдік майын қосатын боламыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне електен өткерілген ұнымызды қосамыз. Мен 4 стакан қостым. Сіз ұнның плюс минусына қарай ұнымыз әрқалай болуы мүмкін. Соған қарай қоссаңыз болады. Орташа етіп қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа тындыруға қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Менде бір бау көк жуа қостым. Әрі 5-6 дана доңғалақ жуа қосатын боламын. Жасыл жуамызды осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Турап болғанымыздан кейін ыдысымызға салып, доңғалақ жуамызды жіңішкелеп турайтын боламыз. Турап болғанымыздан кейін мен паприка, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш аз-аздан қостым. Өзіңіздің қалаған дәмдеуіштерін қоссаңыз да болады. Қолыңызбенен немесе қасықтың көмегімен араластырсаңыз болады. Қатты мыжғылап, суын шығарып езу қажет емес. Дәмдеуіштеріміз араласқанша араластырасыңыз. Тынған қамырымызды аздап илеу беріп, столымыздың үстіне ұнын сеуіп, аздап осылай доңғалақтап, 2 бөлікке бөлетін боламыз. 1-2 минутқа қалдыратын боламыз. Тынған қамырымызды осылай қолымызбен басып, оқтаудың көмегіменен қатты қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде жаятын боламыз. Үстіне 200 мл ертілген сары майымызды құятын боламыз. Суыған болу керек. Ыстықтай құйсаңыз, қамырыңыз босап кетуі мүмкін. Осылай чотканың көмегіменен бір тегіс барлық жеріне айландырып, майымызды жағып шығамыз. Бір тегіс барлық жеріне теңдей жағып шығамыз. Қамырымыз қатты үлкен болып кетпеу керек. Дайын болған салмамыздың жартысын қосатын боламыз. Қолымыздың көмегіменен барлық жеріне теңдей етіп, жұқалап, осылай тегістеп, әдемдеп, бетіне жағып шығатын боламыз. Пышақтың көмегіменен осы жайылған қамырды мен 3-4 бөлікке кесетін боламын. Енді бір шетінен осылай рулет тәрізді қылып, тығыз қылып, орап шығатын боламыз. Жуамызды, яғни салмамызды осы қамыр жайылған беттен осылай рулет тәрізді қылып, орап шығамыз. Жайып салмамызды тастап кетуі болмайды. Қамырымыз босап кетуі мүмкін. Осы бетте духовкамыз, яғни печкіміз қызып тұрған болуы керек. Осылай қолымызбенен дайын болған қамырды доңғалақ жағын үстіне қаратып, қолымызбен жайып шығатын боламыз. Шанышқының көмегіменен осылай әдемдеп тесіп шығамыз. Қаласаңыз, басқа да формамен тессеңіз де болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқаның ағын сарысын араластырып, үстіне жағып шықтым. Қызып тұрған духовкаға пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер. Алдағы уақытта қандай рецепт күтсеңіз комментарияға жазып қалдырыңыз, пікір қалдырыңыз.
видеоның соңына дейін қараған болсаңыз рахмет, сау болыңыз.